Көбімізде болатын мәселе видео түсіру немесе жасау. Мен сіздерге оңай жолын үйрететін боламын. Ол Canva приложениесі. Canva приложениесі арқылы видео жасап үйренемін. Алдымен Canva приложениесі болмаса жүктеп аламыз. Жүктеп болған соң приложениеге кіреміз. Сосын өзімізге керек размердегі видео түрін таңдаймыз. Оларда әртүрлі размері болады. YouTube'да көбінесе горизонталды видеолар жақсы қаралады. Шортс түрі тоже. Біз қазір шортсқа видео жасайтын боламыз. Олар әртүрлі болады. Көбінесе YouTube'да горизонталды видеолар қаралады. Шортс түрі де жақсы қаралады. Сол үшін біз шортсқа видео жасайтын боламыз. Таңдаған видеомыздың үстін басамыз. Міне, видео жүктеліп жатыр. Енді бұл видеоға алдын ала дайындаған сөздерімізді алып жазатын боламыз. Бұның алдындағы сабақта біз YouTube каналын ашуды үйренген болатынбыз. Соны қарап канал ашып аламыз. Мұнда біз жазудың үстінен басамыз. Сол кезде private деген жазу шығады. Соны басып дайын тексті қойып қоятын боламыз. Мінекей, дайын сөздерді жазып алдық. Енді YouTube'ға жүктеп салуға даяр. Көрдіңіздер ме? Міне, көшіру дегенді басамыз. Canva қайтадан кіреміз. Сол жерге міне текстті қоямыз да. Содан кейін барып текстіміз мінекей. Дайын біздің видеомыз болды. Енді сол видеоларды YouTube'ға сала береміз. Мінекей, оңай жолы осы. Келесі жолы сабақта сіздерге музыканы YouTube'ға қай жерден алып салатынын көрсететін боламын. Неге десең, YouTube'ға әр музыканы сала беруге болмайды. Авторлық құқығы деген нәрсе бар. Сол нәрсеге ілінетін болсаңыздар, авторлық құқық деп ешкімге көрсетпей қояды, және ол монетизацияға өтпейтін болады. Подписацияны басып, сол үшін міндетті түрде келесі сабақты күтіңіздер. Ол үшін